1989 жылы Жапонның Шинкансен пойызы жапондарға ұнамауды бастады. Жүрдек пойыз шынымен де жүрдек болды. Жылдамдығын шамамен 603 км/сағатқа дейін жеткізіп, әлемдік рекордты да өзгерте білді. Бірақ Шинкансен пойызы әрдайым тоннельден шыққан кезде ондағы шығатын дыбыс өте жоғары болатын. Жапон инженерлері осы ақаудың қалайда болса шешімін табуға тырысты. Сонымен 90 жылдары Эйджи Накатсу техникалық даму департаменті жағынан атқарушы менеджері бір шешімін тапты. Ол биомимикрияға сүйенді. Балықшы құс су астындағы жемтігін тұмсық арқылы суға оңай сүңгіп аулай алатын ерекше құс. Оның керемет тұмсықтары су ішіне оңай кіріп кетуіне мүмкіндік береді. Ал Накатсу балықшы құстың тұмсығын негізге ала отырып, Шинкансен атақты пойызының кішкентай ақауын шешуге қолданды. 1997 жылы балықшы құстың тұмсығына негізделген пойыздар шығарылған соң, бұл пойыздар бұрынғы жүрдек пойызға қарағанда 10%-ға тез, 15%-ға аз электр тұтынатын болған, және тоннельден шыққан дыбыс 70 децибелден аспаған. 70 децибел түсінікті болу үшін былай көрсетейін. 90 децибел ол кәдімгі қосулы дрелдің дыбысы. 50 мен 70 децибел арасында феннің дыбысы, жаңсорғыштың қосулы дыбысын, машина ішіндегі магнитофонның максимум дыбыстарын қарастыруға болады. Жарайды, бұл маңызды емес. Накатсудың балықшы құсқа қаратып пішінді жөндеуі, яғни табиғаттағы құбылыстарға қарап өнертабыс жасау немесе тым болмаса бір нәрсе ойлап табу ғылымда биомимикрия деген атпен белгілі. Егер мен сізге аспаннан құлаған кезде жерге аман-есен түсу үшін нені қолданады деп сұрасам, сіз парашют дейсіз. Ал сол парашюттің өзі біз білетін бақбақ гүлдерінің тұқымдарына қарап жасалынған болатын. Біз бұдан не көре аламыз? Егер осыған дейінгі ойлап табылған өнертабыстардың бәрін алып қарасақ та, барлығы табиғаттың бейнесіне қарап жасалынған. Ғалымдар біздің басымыздан өтіп жатқан проблемаларды шешудің бірден бір жолы табиғатты зерттеу деп келтіреді. Биомимикриямен табиғаттан көбінесе өнертабыстар формасын көшіреді. Жаңағы біз айтқан пойыздар мен парашюттер жақсы мысал бола алады. Оған қоса лотос гүлін алайық. Лотос гүлі жапырақтары суды ішке тартпайды. Оның бетінде құрылған молекулалар арнайы сондай формаға ие болған. Дәл сол сияқты қазіргі кездегі антифобты материалдар, яғни су өткізбейтін арнайы құрылым бойынша өндіріледі және су өткізбейді. Егер үлкен қалаларға да зер салып қарайтын болсаңыз, бейне бір құмырсқаның илеуі сияқты қызу тірлік кешіп жатады. Табиғатты тұтас экосистема ретінде де қарап, біздің өмірмен салыстыруға болады. Табиғаттағы судың циклін алып көрелік. Алып таулардың биіктігіндегі мұздар әр жаз сайын еріп, бұлақ болып жерге қарай ағады. Бұл кезде су өте таза болады. Одан соң түрлі салаларға бөлініп өзен болып ағады. Ал адамдар өзендерде шомылады, жуынады және қоқыс тастап бүлдіреді. Өзендер үлкен тоғандарға құйылады. Тоған дегеніміз көл, теңіз, мұхит немесе құяр алабы жоқ тұйықтықты айтамыз. Ал бұл тоғандарда өздеріңіз білетіндей булану процесі жүреді. Булану процесінде өзенмен ағып келген қоқыстар су түбіне кетіп, бұлттарда таза су буы түзіледі. Бұлар қайтадан тау шыңына құйылып, таза су болып ағады. Бұл сізге нені меңзеп тұр? Әрине, рециркуляция. Рециркуляция дегеніміз қолданылған материалды қайта өңдеп, қайта қолдану. Ал бұл биомимикрияның жай ғана бір мысалы болатын. Жерде тіршіліктің пайда болғаны 3,8 миллиард жыл деп келтіріледі. Осы уақыт ішінде адамдар табиғаттың баға жетпес байлық екенін түсінді. Араңызда мүмкін қазақтың атын шығаратыны өнертапқыштар шығатын шығар. Әлемді өзгерткісі келетін адамдар айналадағы жаратылыстан үйренетіндері көп ақ. Олар жай ғана табиғатқа мұқият зер салу керек. Ал сіз өнертапқыш болсаңыз, табиғаттың қай нәрсесін алар едіңіз? Міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіз. Әрбір пікіріңіз біз үшін қымбат.